Баршаларыңызға Алланың игілігімен сәлем болсын. Менің есімім Гүлзат. Жалпы діни салада ұстазбын. Діни білім алған, қазіргі таңда мешіттерде және медреселерде қызмет жасап жүрмін. Жалпы сіздермен бұл таныстық эфирі болсын деп қаладым. Бұл кішігірім, көп уақыттарыңызды алмайтын, ары кетсе 5-7 минуттық ойларыңызда, көкейлеріңізде жүрген сұрақтарға әрине ең бірінші діни тұрғыда жауап беретін боламын. Әрине мені қолдап кетсеңіздер, каналға тіркеліп, жазылып, және де қандай сұрақтарыңыз бар, барша сұрақтарыңызды комментарий қалдырсаңыздар, сол жөнінде сіздерге жауап беретін боламын. Бүгінгі алғашқы тақырыбымыз ол жүрек тыныштығы. Біз бұл сұрақты өте көп жерден естіп жатамыз, бірақ та жауабын әртүрлі жерден іздейміз. Қазіргі біреудің ойынша жүректің тыныштығы ол белгілі бір дүниемен тынышталу мүмкін деп ойлайды. Мысалға әркімнің өзінің қалаулары болады, сол қалауларын жабумен оның жүрегі тынышталады деп ойлайды. Бірақ та бізде Алла тағала ол бір нәрсе ғана, бірақ та Алла тағала оны бізді бір нәрсемен ғана байлады, біздің жүрегіміз қалай тынышталады, ол әрине Алланы еске алумен. Не үшін Алланы еске алумен жүрек тынышталады деген ойға келетін болса, өйткені мына жүрегіміздің, жанымыздың иесі ол Алла. Әр адам, әр тұлға, мысалы, әр дүние өзінің иесін танып, сол иесімен соған қарай бет бұратын болса, ол өзінің табатын болады. Яғни біздің де жүрегімізге басқа дүниелер кіргендіктен, басқа нәрсенің бәрін жүрекке толтырғандықтан, ызаға, ренішке, ашуға, бәсекелеске, әсіресе мына сонда керемет бір дамып жатқан заманда көре алмаушылыққа толтырғаннан кейін, әрине ол жүректің мазасы қашады. Өйткені оның жүрегі өзіне нақты тұру керек нәрсеге толмай жатыр. Ол не? Ол Алламен. Егер де сол Алланы еске алатын, міндетті түрде Құран оқи Алланы еске алатын дүниелерді біз көбейтуіміз керек. Жай ғана отырып Алла. Енді Алланы еске алуымыз қалай деген кезде көбісі ойлауы мүмкін, Алла емес. Ол кәдімгідей біз Алланы ойландыратын нәрсе. Аспанға қарап Алланы еске аламыз. Мысалы, аспанды кім жаратты деген сияқты элементарный дүниелерден тұрады. Өйткені бізде бір умрада бір қызық жағдай болған. Жалпы умра жасаған кезде сіздер салауатты көбірек айтыңыздар деген ғой. Енді 100 салауат айтыңыздар, 1000 салауат айтыңыздар десе, бір кісі салауат деп, яғни салауаттың қалай айтылуын білмей, жай ғана салауат деп қайталаған екен. Енді бұл әрине білместің жолы ғой енді, бірақ та оған әрине күнә болмайды. Енді ол да бір Алланы еске алған түрі. Сол сияқты енді Алланы еске алу деген кезде отырып алып бір жерде Алла деп жүру емес. Мен жаңа айтқым келген нәрсе, яғни кез келген жерде Алланы тану. Аспанға қарады ма, жерге қарады ма, су іштің ба, неткен мөлдір су деген сияқты элементарный дүниелерден біз өзіміздің көзімізді ашатын болсақ, яғни оны жүрегімізбен қабылдайтын болсақ, біздің жанымыз тыныш болады. Және де қаншама мында бағана беріп тұр ма? Жаман көрініп тұр ма? Және қаншама дүниелердің барлығын сол Аллаға байлап жүретін болсақ, онда біздің ойлаңыз, әр көрген жерден біз Алланы көреміз. Әр көрген жерден Алланың құдіретін көреміз. Әрине біздің жүрегіміз тыныштық болады. Өзіңіз ойлаңыз, кім бір адамды жақсы көрсе, немесе бір нәрсені жақсы көрсе, оны көп ойлайды дейді. Мысалға, бір затты алғымыз келеді, тек соны ойлай береміз, өйткені соны жақсы көріп тұрмыз. Ал сонда біз Алланы қаншалықты жақсы көретініміз, біз оны ойлауымызға байланысты екен. Сол үшін ойлаңыздар, Алланы қаншалықты ойлап жүрсіздер және қаншалықты жақсы көреміз. Және де жүректің тыныштығы ол тек қана сол Алланы тану. Оны басқа жерден іздеп әуре болмаңыздар. Өйткені Алла тағала құлына, біз сияқты, сіз сияқты құлына басты қатырып, ана жерден іздеңдер, тауды аралап ізде, тасты аралап ізде емес, бір ғана жүрекпен еске алу, Алланы еске алу ғана бір ғана дүниеден тұрады деді. Ол мен еске алыңдар болды, жандарың тынышталады деді. Сол үшін Алланы әрдайым еске алып жүрейік. Басқа да осындай сұрақтарға жауап алғыларыңыз келетін болса, әрине каналға тіркеліп, колокольчикті басып, себебі сіздерге біз әрдайым осындай кішігірім осындай эфирлер дайындап қойдық. Және де қандай сұрақтар мазалап жүр, менен не естігіңіз келеді, жайлы діннің, жалпы діни тұрғыда не нәрсені білгіңіз келеді, міндетті түрде комментария бөлісіп кетіңіздер, сіздерге міндетті түрде біз жауап беретін боламыз.